Құрметті оқушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақты жүргізетін мен Ақсұлу Шынболатқызы. Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан жолы деп аталады. Ал сабақта қарастырылатын оқу мақсаты. Бұл оқылым бойынша публицистикалық стильдің тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау. Осының ішінде біздер очерк жанрын қарастырады екенбіз. Енді экранға назар аударыңыздар. Бүгін біздер елбасының Қазақстан жолы атты кітабынан үзінді оқып, сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ал осы үзіндінің негізгі идеясын түсіну үшін елбасының жастарға арналған өсиетін тамашалап көрейік. Тәуелсіз Қазақстанымызды, ортақ отанымызды, мәңгілік елімізді сақтай біліңіздер. Бұл біздің халқымыз, біздің ұлы бабаларымыздың жері. Отанымызда, жерімізде бәрімізге біреу. Халқымыздың достығы мен бірлігін, бір-бірімізге деген сенімді сақтап, еліміздегі әрбір азаматтың төл мәдениеті мен дәстүрін құрметтей біліңіздер. Сонда ғана біз мықты болып, сын қатерлердің бәріне төтеп береміз. Сонда ғана біз өркендейтін ел боламыз. Ал енді оқушылар, экранға назар аударыңыздар. Экранда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан жолы атты кітабының суреті берілген. Ал жанында ол кітап не туралы деген сұраққа жауап беретін аннотациясы тұр. Ал енді аннотацияны бірге оқып көрейік. Елбасы кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де жарқын сәттерін баяндайды. 9 тараудың әрқайсысы тәуелсіз жас мемлекетіміздің қалыптасу жолындағы айшықты қадамдарын ашып көрсетеді. Кітап елбасының ел жастарына арнаған үндеуі түрінде ойластырылған. Автор бұл кітаптың Қазақстан көшбасшыларының жаңа буыны үшін қолдан түспейтін құралға айналады деп сенеді. Ал кітап очерк түрінде жазылған. Очерк дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін болсақ, келесі экранға назар аударайық. Очерк шынайы адамдар мен шынайы өмір суреттелетін көркем әдеби әрі деректі шығарма. Очеркте танымдық дүниелер де мол. Очерктік әдебиет әдетте әдеби және публицистикалық стиль ерекшеліктеріне сай жазылады. Яғни Қазақстан жолы атты кітапта шынайы өмірден алынған деректер, тарихи деректер, оқиғалар берілген екен. Сондықтан бұны очерк деп айтуға болады. Енді очерктің үзіндісімен таныспас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Жаңа сөздер. Іргетас. Іргетас бұл не деген сұраққа жауап береді? Зат, есім, құрылыстың тірегі, негізі дегенді білдіреді. Яғни фундамент. Ал егер оны ауыспалы мағынада қолдансақ, негізгі білім, негізгі ғылым деген мағынада қолдануға болады. Екінші сөз жетілдіру. Жетілдіру не істеу деген сұраққа жауап береді? Ол етістік, дамыту, ілгерілету. Мысалы, білімін жетілдірді, қабілетін жетілдірді деген мысалдар қолдануға болады. Үшінші сөз жауапкершілік. Не деген сұраққа жауап береді? Зат, есім, өмірге, іс-әрекетке ар-ұятпен, аса ұқыптылықпен қараудың белгісі. Яғни мектепте сізге бір аса жауапты істі тапсырған болса, сіз оны жауапкершілікпен орындасаңыз, бұл жауапкершілік деп те айтуға болады. Келесі төртінші сөз бұл ұстаным. Ұстаным не деген сұраққа жауап береді? Зат, есім, нақты бір мәселеге көзқарас. Мысалы, кейбір адамдардың нақты ұстанымдары болады. Уақытында келу, уақытында орындау, тағы да басқа. Бесінші сөз қамқорлық жасау. Бұл тұрақты тіркес. Жақсылық көрсету, қорғаныш болу дегенді білдіреді. Әдетте ата-ана баласына қамқорлық жасайды. Алтыншы сөз қол ұшын беру. Бұл да тұрақты тіркес екен. Көмектесу дегенді білдіреді. Көршілеріне қол ұшын берді деп мысал ретінде қолдануға болады. Одан кейінгі жетінші сөз кедергі. Зат, есім. Бөгет, тосқауыл деген мағынаны білдіреді. Кедергі деген сөзді кейде қиындық деп те қолдануға болады. Одан кейінгі соңғы сөз абырой. Зат, есім. Абырой ол адамгершілік, еңбек арқылы көпшілік
тарапынан сый құрметке ие болу. Сізге тапсырылған жауапты істі абыроймен орындасаңыз, ел алдында абыройлы болады екенсіз. Ал енді оқушылар, Қазақстан жолы атты кітаптан алынған үзіндімен танысайық. Мен оқимын, сіздер менімен бірге ілесіп оқып отырасыздар. Бастаймыз ба? Менің Қазақстан жастарына айтар тілегім мынандай. Сіздерге міндетті түрде сапалы білім алу керек. Ол сіздерге сенімді іргетас болады. Онсыз сіздер өзіңіздің болашағыңызды, өз балаларыңыздың болашағын, бүкіл еліміздің болашағын жасай алмайсыздар. Сіздерге жұмыс істеу керек, және тағы да жұмыс істеу керек. Ең бірінші өзіңізді жетілдіру бағытында. Білімге де жетілуге шек жоқ. Адамның өміріне шек бар, білімге ондай жоқ дейді Қытайдың даналық мақалы. Егер де жастар гуманизмді, білімді, жауапкершілікті, әділдікті таңдап алса және өзімшіл болмаса, онда олармен бірге табыс та ілесіп жүреді. Мен әрбір кеш сайын өзіме өзім бүгінгі күнді дұрыс өткіздім бе деген сұрақ қоямын да соған жауап беруге тырысамын. Мен үшін, президент үшін бұл сұрақ менің отандастарымның өмірін жақсарту үшін барлығын істей алып отырмын ба дегенді білдіреді. Бұл менің ұстанымымның негізі. Мен сіздерге отанды сүюді және оған қамқорлық жасауды тілеймін. Елімізді сақтасақ, бір-бірімізге қол ұшын берсек, бәріміз бірге болсақ, міне, сонда ғана біз кез келген сынақтар мен кедергілерден сүрінбей өтеміз және оларды абыроймен жеңіп шығамыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан жолы кітабынан. Ал енді осы мәтін бойынша келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Экранда бірінші абзац берілген. Жанында сұрақтар бар. Мен сіздерге сұрақты оқимын, сіздер оның жауабын мәтіннен тауып көріңіздер. Бірінші сұрақ. Мәтін кімдерге арналған? Екінші сұрақ. Сапалы білім не үшін керек? Үшінші сұрақ. Автордың екінші кеңесі қандай? Төртінші сұрақ. Еңбек ету қандай бағытта болу керек? Жауабын тауып үлгердіңіздер ме? Ендеше салыстырайық. Бірінші сұрақтың жауабы жастарға. Екінші сұрақ сенімді іргетас болады. Үшінші сұрақтың жауабы жұмыс істеу керек. Төртінші сұрақтың жауабы өзіңізді жетілдіру бағытында. Мен сіздердің жауаптарыңыздың барлығы дұрыс болды деп ойлаймын. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмада екінші абзацтың мәтіні және оның жанында сұрақтар берілген. Мен сұрақты оқимын, ал сіздер жауабын мәтіннен тауып көріңіздер. Автор ойынша жастар қандай қасиетке ие болу керек? Екінші сұрақ. Автор өзіне қандай сұрақ қояды? Үшінші сұрақ. Автор жастарға қандай тілек тілейді? Төртінші. Кедергілер мен сынақтардан қиналмай өтудің жолы қандай? Мен сіздердің жауаптарыңыз дұрыс деп ойлаймын, дегенмен салыстырып көрейік. Бірінші сұрақтың жауабы гуманизмді, білімді, жауапкершілікті, әділдікті таңдау. Екінші, бүгінгі күнді дұрыс өткіздім бе? Үшінші сұрақтың жауабы отанды сүю және оған қамқорлық жасау. Төртінші сұрақтың жауабы елімізді сақтау, бір-бірімізге қол ұшын беру және бәріміз бірге болу екен. Жарайсыңдар оқушылар. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Бүгінгі үйренген сөздерімізді тағы бірге шолып өтіп қайталайық. Іргетас, жетілдіру, жауапкершілік, ұстаным, қамқорлық жасау, қол ұшын беру, кедергі, абырой. Жарайсыздар оқушылар.
Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар. Белсенді қатысқандарың үшін көп рахмет.